Қыздар бомбонерканы көбісі түсінбей жатыр екен. Қазір тағы көрсететін боламын. Пиксартқа кіреміз, плюсты басамыз. Фотоны таңдаймыз да. Пирамиданы таңдаймыз, сау келеміз, сосын добавить фото деп, любой фонды, добавить фото деп. Так, любой фонды таңдаймыз, например, емнан таңдап делік. Бүйтіп бұралады бұның бәрі. Сосын смешать дегенді басамыз. Неге көріңіздер ме? Смешать дегенді басып, экран десеңіз, уже бомбонеркамен бірге сливаться етіп кетеді. Неге наложение деген таңдайық, осы күшті келіп тұр, линияларын бәрі көрсетіп тұр. Бізге линиялар обязательно керек, потому что қисық болып қалуы мүмкін. Плюсты баспайсыз на галочка. Потом добавить фото дейміз да. Жаңағы, например, мына принцессаны алайық. Сосын неке, мына жерде поворот бар. Өйстіп поворотты басамыз. Кішірейтетін осымен кішірейтеміз. Дұрыстап келтіріп аламыз қызымызды. Неке қызымызды келтірдік. Енді рамка қосамыз, добавить фото деп. Мына рамканы таңдайық. Тоже, бүйтіп үлкейтсек те болады. Неке, дайын болды біздікі. Енді кішірейту керек. Все, дайын. Сөйтіп, мына рамканы мына треугольникке қою керек. Мына жерге де қою керек. Ол рамканы, просто сіздерге наглядно. Қызды мына жерге де қою керек. Қоймасаңыз да болады, в принципе, но қойған әдемірек болатын сияқты. Неке, бомбонерка дайын.